Қайырлы күн, бүгін біз жареный лагман дайындайтын боламыз. Ол үшін алдын ала біз қамыр илеуіміз қажет. Оған суымызға тұз қосып, қатты қылып қамыр илейміз. Иі қанған қамырымызды салафанға салып қоямыз. Иі қанған қамырды салафаннан шығарып, оқтауымызбен ысқылап, екі бөлікке бөлеміз. Екі бөлікке бөлінген қамырымызды майлаймыз екі жағынан. Салафанға салып, жұмсаруға қоямыз. Жұмсарған қамырымызды салафанымыздан шығарып, ұзынша алып, бөліп кесіп аламыз. Кесілген лапшаларымызды осылай видеодағыдай қолыңызды майлап созасыз. Созылған майланған қамырымызды тарелкаге осылай орап қоямыз. Дайын болған қамырымызды екі шетін теңестіріп, осылай видеодағыдай столымызға ұрғыштап, тағы да бір мәрте созып аламыз. Созылған дайын болған қамырларымызды қайнап жатқан суымызға 3 минутқа салып қайнатып аламыз. Қамырымыз қатты қайнап кетпеу керек, себебі біз мұны әлі де қуыратын боламыз. Дайын болған қамырымызды түсіріп алып, қазанымызға май құйып, қызған майымызға етімізді салып қуырамыз. Етіміз қуырылып жатқан кезде көкөністерімізді турап дайындап аламыз. Жасыл бұрышымызды қиғыштап турайтын боламыз. Қуырылған етімізге жуамызды салып, чесногымызды салып, жақсылап қуырмаштаймыз. Қуырылған етімізге жуамызға соевый соустан құйып, тағы да қуырып аламыз. Бұл жолы бетін жауып қоясыздар. Бұқтырылып қуырған етімізге ендеше жасыл бұрышымызды салып қуырамыз. Тұз бұрышымызды саламыз. Базилик, орегано шөптерінен бір қасықтан саласыздар. Дайын болған қуырылған етімізге бұрышымызға нанымызды салып, лапшамызды салып, қуырып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Рецептім ұнап жатса, подписаться етіп лайк қойды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.